Балжан бұл сәтті күн санап күтті. Дәл осы жаңа жылда өмірінде әлде бір ғажайып болатындай, дәл осы жаңа жыл оған бақыт сыйлайтындай алып ұшты. Өйткені сүйген жігіті Дәуренмен бірге болады. Балжанның анасы Гүлзира мен әкесі Қанат қыздарының бұл шешімін құптай қоймады. Әсіресе әкесі жасы 26-ға кетіп бара жатқан, оң жақта отырған қызын үйден бір қадам аттатқысы келмеді. Қызым, осы жаңа жылды да бізбен бірге қарсы ал. Онда тұрған ештеңе жоқ деп әкесі жалғыз түйір перзентін маңдайынан мейірлене иіскеді. Бойына біткен алғашқы сәбиді жастықтың жалынымен алдыртып тастап, содан кейін 7 жыл дегенде әрең көрген баласы Балжанды бетінен қақпай өсірген Гүлзира да, балам, әкең екеуміз бір-бірімізге қарап шоқи отырамыз ба? Жанымызда болсаңшы, деп өтінді. Ал Балжанның көңілі далада. Сүйген жігіті Дәурен отырысқа шақырып тұрғанда, бұл бас тарта алмайды. Дәурен облысқа танымал кәсіпкердің ерке ұлы, өзі де жеке кәсібі бар, жас бизнесмен болатын. Түр-тұлғасы келісті, ұзын бойлы қараторы әрі бай жігітке қызықпайтын қыз жоқ. Дәурен көп ішінен Балжанға көз салды. Дәурен мен Балжан ортақ достарының тойында танысқан. Дәурен Балжанның жанынан айналсоқтап шықпай қойған. Содан кейін бірнеше рет атүсті кездесіп үлгерді. Бірақ Дәуреннің өзі қызға сезімін айтқан емес. Осы жаңа жылда ол маған міндетті түрде сөз салатын болады, деп бақыттан бал болжанды Балжан. Бәлкім саусағыма гауһар жүзік те салар, әлде тұрмысқа шығуға бірақ шақырарым екен. Несі бар? Бірден келісер едім. Әлде ойланам десем бекен? Балжанның қиялында шек болмады. Жүрегі дүрсілдеп, ең әдемі көйлегін киді. Айналдында шыр айналып, өз-өзіне тамсанды. Сағат тілі кешкі 10-ды көрсетіп тұр еді. Телефоны шыр еткенде Дәуреннің келіп тұрғанын бірден түсінді. Балжан асығыс киініп далаға атып шықты. Жаңа жыл алдындағы қарбаласпен ас үйде жүрген анасы да, диванда газет оқып отырған әкесі де әу деп үлгерген жоқ. Балжан көзіліспес жылдамдықпен зу етіп, қақпаның алдына қалай жеткенін өзі де байқамай қалды. Ақ джиптің алдында жарқырап Дәурен тұр екен. Қолында бір құшақ раушан гүлі бар. Бұл келісі бұрынғыдан өзгеше еді. Сезімін білдіруге бекінгені анық. Балжан ұяла күліп, жігіт ұсынған раушан гүлді қолына алып иіскеді. Дәурен Балжанды көлігінің алдына отырғызды. Балжан өзін ханшайым сезінді. Осы кезге дейін бір жігітпен жүріп көрмепті. Кішігірім компанияда қатардағы кеңсе қызметкері болып істейтін Балжанның айналасында кілең әйелдер. Шағын ұжымда жалғыз ер адам болса, ол жасы 50-ге таяған үлкен кісі еді. Оқуда да группаластарының көбі қыздар болды. Жасы 26-ға жақындаса да өзі әлі сары ауыз балапан секілді. Әке-шешенің жалғыз қызы болғасын ба, өзін ешқашан кәрі сезінген емес. Не анасы, не әкесі бір ауыз тұрмысқа шығатын уақытың болды деп айтпапты. Тек айналадағы құрбыларына қарап, өзінің қыз дәурені өтіп бара жатқанын еміс-еміс ұғып қалатын. Қымбат көлік қалайшымен жүйткіп келеді. Қала көшелері сондай сәнді, жарқ-жұрқ еткен шамдар көздің жауын алады. Дәурен көлігін өзге жолға бұрғанда, Балжан есін жиып, «Саматтарға бармаймыз ба?» деп таңырқады. «Балжан, саған тосын сыйым бар. Саматтарға сосын да барамыз. Бір өзіңе арналған сыйлығымды қабыл аласың ба?» деді Дәурен. Балжан не ойларын білмей отырып қалды. Үйіне апарып басына ақ жаулық сала салар мекен әлде? Дәурен қараңғы көшелердің біріндегі көп қабатты пәтерге көлігінің тұмсығын түреді. Құлпын ашып, екінші қабаттағы пәтердің біріне алып келді қызды. Балжан кірер-кірмесін білмей бөгеліп қалды. «Кіріңіз, ханшайым!» деп жымиды Дәурен. «Дәурен, сен мені қайда келдің?» деді Балжан сәл тартынып. «Сен маған сенесің бе?» деді Дәурен, қыздың оң қолынан аялай ұстап. «Сенгенде сенем ғой, бірақ...» деді Балжан. «Сенсең ішке кір, басқа ештеңе сұрама», деді жігіт. Балжан емене басып пәтерге кірді. Пәтер іші сұп-суық, тіксініп қалды. Дәурен пәтердің есігін ішінен кілттеді. Сөйтіп кілтті қалтасына сүңгітіп жіберді. Балжан не ойларын білмей бүгіліп тұрғанда, жігіт қызды жатын бөлмеге қарай сүйрелей жөнелді. «Дәурен, бұның не?» деп ышқынды қыз. Жігіт қарулы қолдарымен қорғансыз қызды бас салып төсекке итеріп құлатты. Өзі қызды тырп еткізбей үстін басып жатып алды. Сөйтті де бойжеткеннің аяулы жеріне қолын салып, ойын алған мақсатын орындай бастады. Балжан қанша шырылдап айғайласа да ешкім естіген жоқ. Bir кезде Дәурен төсектің астынан алдын ала жасырып қойған арақты алып қыздың аузына еріксіз құйды. «Эш деп рахаттана күлді жігіт. Балжан жұтпай шығарып тастайын десе амалы жоқ.
Ашы су тамағын күйдіріп ашытып барады. Жартысын шығарып, жартысын жұтып қақалып шашалды. «Иә, осылай қылғыт, сұлуым», деп масаттанды Дәурен. «Анашым, әкешім, көмектесіңдерші, кешіріңдерші», деп сандырақтап жатып, бір кезде есінен танып қалды қыз. Көзін ашса, жанында ешкім жоқ. Жападан жалғыз. Тыр жалаңаш денесі дір-дір етіп тоңып қалыпты. Тұрайын десе, үсті басы қирап жатыр. Орнынан денесін ауырсынып әрең тұрып, жарықты қосты. Сол баяға қарғыс атқар суық пәтер. Бұның бес елі бақытсыздығына куә боп мүлгіп тұр. Балжан айнаға қарады. Өз-өзін танымай қалды. Әдемі шаш үлгісінен түк қалмаған, шашу маждалып, жүн секілді түтіліп кеткен. Көзінің асты көгеріп шыға келіпті. Әлсіз қарсыласқанда Дәуреннің жуан жұдырығы бетіне аяусыз тигені есінде. Беті ісіп, бір жағына қисайып тұр. Балжан жалма-жан ұял телефонын қолына алып анасына қоңырау шалды. Ұйықтап қалған ба, не анасы, не әкесі телефондарын көтермеді. Бәсе, сағат түрі түнгі 3-тен асыпты. Көтермегендері дұрыс болғанда шығар. Балжан саусағы дірілдеп полицияның телефонын терді. «Алло, полиция екен? Мен сіздерге өзіме жасалған зорлық туралы айтайын деп едім. Мені бүгін бір қылмыскер зорлап кетті. Келе аласыздар ма?» деді Балжан. «Мекен жайыңыз?» деді ар жақтағы дауыс. «Мекен жайым ба? Білмеймін. Ол мені белгісіз бір пәтерге алып келді», деді Балжан. Түсінікті. Полиция бөлімшесіне келіп, арыз жазыңыз», деді полиция селқос қана. Балжан тұтқаны қойып өкіріп жылады. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқытпай өсірген ата-анасын жерге қараттау. Бетіне жел тимеген еркек қыз қалайша бұндай озбырлықтың құрбаны болды? «Жоқ, мен оған әлі көрсетемін», деп кіжінді Балжан. Сөйтті де Дәуренге қоңырау шалды. «Алло?» деді Дәурен жайбарақат. Ештеңе болмағандай сөйлесіп тұр. Жоспар 100% орындалған. Арам пиғылда жігіттің жоғалтатыны жоқ. «Дәурен, бұл сен бе? Сен маған не істеп кеттің? Мұншама пасық адам болармысың? Сені сотқа беремін. Мен саған сеніп...» Ар жағын болығып айта алмады Балжан. Не деп тұрсың? Өзің қойныма сұранып кіргеніңді бәріне жайып саламын. Қайда барсаң сонда бар. Менімен бірге пәтерге келген өзің. Ешкімге ештеңе дәлелдей алмайсың. Айтпақшы полицияға барам деп босқа далақтама. Қаныңнан арақ табылған соң істі бірден тоқтатады. Менің ештеңем кетпейді. Қара бет болатын мына сен. Сенің жеңіл жүрісті екеніңді бәрі білсін. Ха-ха, тауықтың миыңдай миың жоқ ақымақ екенсің, деді де Дәурен тұтқаны лақтырып тастады. Не? Балжан есін жинай алмады. Қой терісін жамылған қасқырға қалайша тап болды. Ендігі күні не болмақ? Не де болса, бұл кейін ешкімге айтпай, өзі күреспек болып бекінді. Анасы мен әкесіне айтса, олар бұл сұмдықты көтере алмаса айдан анық. Балжан үсті басын ретке келтіріп, тәлтіректеп басып пәтерден шықты. Қалтасында бір тиыны жоқ. Жақын құрбысына қоңырау шалды.